Егер адам құрбан айтқа арнап құрбан шалуды ниет етіп, бірақ оны орындап үлгермей қайтыс болса, бұл мәселе ислам фиқхында, шариғатта қарастырылады. Негізгі қағида: құрбан шалу тірі адамның мойнындағы құлшылық, және ол уақытпен шектелген ғибадат болып есептеледі. Сондықтан адам қайтыс болғаннан кейін ол үшін автоматты түрде құрбан шалу міндеті сақталып қалады деп есептелмейді, бірақ кейбір жағдайларда оның артындағылар тарапынан орындалуы мүмкін. Бір. Құрбан шалу кімге міндет? Құрбан шалу бай, яғни нисап мөлшеріндегі мал дүниесі бар мұсылманға уәжіп, кей мазхабта сүннет муаккада болып саналады. Бұл міндет құрбан айт күндерінде тірі болған адамға қатысты. Сондықтан негізгі шарт адамның сол күндерде тірі болуы. Егер адам құрбан айт күндері кірмей тұрып немесе айт кезінде, бірақ құрбан шалу мүмкіндігін жүзеге асырмай тұрып қайтыс болса, оның мойнынан бұл міндет түседі. Ол адамға кейін қаза ретінде міндеттелмейді. 2. Егер адам құрбан шалуға ниет етіп қайтыс болса, кейбір адамдар өмірінде құрбан шалуды қатты ниет етіп, тіпті мал сатып алып қойған болуы мүмкін. Бірақ үлгермей. Бұл жағдайда ниет үшін Алла тағала оған сауап береді. Бірақ шариғи міндет ретінде құрбанды оның орнына міндетті түрде шалу талап етілмейді. Егер оның артында қалған мұрагерлері, балалары, туыстары өз қалауымен оның атынан құрбан шалса, бұл қайырымдылық, садақа ретінде қабыл етіледі. Яғни бұл жерде екі түрлі жағдай бар: міндет пен сауап. 3. Қайтыс болған адамның атынан құрбан шалу үкімі. Ғалымдардың пікірінде ортақ түсінік бар. Қайтыс болған адам үшін құрбан шалу рұқсат етіледі, бірақ міндет емес. Егер ол тірі кезінде өсиет етіп кеткен болса, мысалы, мен өлсем, менің атыма құрбан шалыңдар деп, онда оның мал мүлкінің 1/3 бөлігі есебінен орындалуы мүмкін. Егер өсиет жоқ болса, онда мұрагерлер өз еркімен жасаса, ол сауапты іс болады, бірақ міндет емес. 4. Өсиет болған жағдай. Егер адам өмірінде нақты өсиет қалдырса, оның қалдырған мүлкінің 1/3-нен аспай орындалады. Бұл жағдайда ол уәжіпке жақын міндетке айналады, себебі өсиетті орындау шариғатта міндеттелген. Бірақ маңызды шарт: бұл құрбандық қаза намаз немесе ораза сияқты тікелей қарыз болып саналмайды. Ол қаржылық өсиет түріндегі құлшылық. 5. Мұрагерлердің өз атынан немесе марқұм үшін құрбан шалуы. Кей отбасылар қайтыс болған ата-анасының атынан құрбан шалады. Бұл әрекет марқұмға сауап ретінде жетеді деп үміт етіледі. Садақа үкімінде қарастырылады. Бірақ шариғатта міндетті түрде жасау керек деген талап жоқ. Кей ғалымдар пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын өз үмбеті үшін құрбан шалғанын мысалға келтіріп, марқұм үшін құрбан шалуға болады дейді. Бірақ бұл ерікті амал. 6. Қорытынды үкім. Қысқаша жинақтасақ. 1. Адам құрбан айтқа жетпей қайтыс болса, құрбан шалу міндеті оның мойнынан түседі. 2. Ол үшін қаза ретінде құрбан шалу талап етілмейді. 3. Егер ол ниет еткен болса, сауап жазылады. 4. Мұрагерлері атынан шалса, бұл садақа, яғни ерікті игі іс. 5. Өсиет қалдырса, сол өсиет орындалады, мүлік есебінен. 7. Рухани тұрғыдан қарау. Исламда құлшылықтың ең маңыздысы адамның ниеті мен мүмкіндігі. Егер адам шын ниет етіп, бірақ өмірі жетпей қалса, оның сауабы Алланың мейіріміне қалдырылады. Құранда да ниет пен шынайы амалдың бағаланатыны айтылған. Сондықтан мұндай жағдайда туыстар үшін ең дұрыс әрекет: марқұмға дұға жасау, кешірім тілеу, қаласа оның атынан садақа немесе құрбан шалу.